Сәлем достар! Бүгін біз ақжелкеннен лосьон және бетті жасартатын маска дайындаймыз. Ол үшін ақжелкеннің бір бумасы керек. Ақжелкенді сумен жақсылап шайыңыз. Ақжелкен терінің қартаю процесін бәсеңдетуге көмектесетін антиоксиданттық қасиеттері бар. Қағаз сүлгімен құрғатып, ұсақтап кесіңіз. Ыдысқа салып, 150 мг су құйыңыз. Баяу отта 5-7 минут қайнатыңыз. Ақжелкен суын електен өткізіңіз. Бір ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Лимон шырынының құрамында С дәрумені бар. Ол коллаген өндірісін ынталандырады, терінің қаттылығын жақсартады және әжімдерді азайтады. Бұл лосьон барлық тері түрлеріне жарамды және күшті жасартатын әсерге ие. Лосьонды мақта жастықшаға жағып, таңертең және кешке бет пен мойын терісін сүртіңіз. Салқын жерде 7 күн сақтаңыз. Енді біз сізге қартаю дақтарын кетіруге және теріңізді тегіс етуге көмектесетін маска жасаймыз. Ақжелкен қара дақтарды ағартуға және тері түсін жақсартуға көмектеседі. 100 мг су құйыңыз, блендермен ұсақтаңыз. Електен өткізіңіз. Бір ас қасық жүгері крахмалын қосыңыз. Жүгері крахмалы тері құрылымын жақсартуға және әжімдерді азайтуға көмектеседі. Жүгері крахмалы теріні тегіс және серпімді етіп, жұмсартатын қасиетке ие. Қоюланғанша баяу отта қыздырыңыз. Аздап салқындатып алыңыз. Бір шай қасық жүзім тұқымы майын қосыңыз. Жүзім тұқымының майы теріні нәрлендіруге және ылғалдандыруға көмектесетін Е және С витаминдеріне бай.
жақсылап араластырыңыз. Маска дайын болды. Тазартылған бетке масканы жағып, 20 минутқа қалдырыңыз. Сосын масканың қалған бөлігін жылы сумен жуыңыз. Салқын жерде 7-10 күн сақтаңыз. Бұл маска теріні жақсы ылғалдандырады. Оны жұмсақ әрі серпімдетеді. Сізге денсаулық пен сұлулық тілеймін.